Всем привет! Бүгін демалыс күнімді видеоға түсірейін деп шештім. Сөйтіп бірінші сабақтан бастадым. Лекцияларымды толтырып, үй тапсырмаларымды орындап, реттеп, одан кейін орама пісіргім келіп кетті. Сөйтіп жуа картошкаларымды турап, еще капуста қостым. Сөйтіп фаршын дайындап күштілеп, сосын тестісіне көштім. Тестісін жайып, барлығын салып, сосын арасына қызыма да тамақ беріп отырдым. Сөйтіп қалған заттарды реттеп, мусорға артық заттарды лақтырып, сөйтіп пысықтығым қосылып кетті. Сөйтіп ары қарай ыдыс жуғым келіп кетті, ыдыс жиналып қалды өйткені. Сөйтіп ыдыстардың бәрін көпіртіп алдым, тщательно. Сосын алдымдағы барлық қайта шайып, дұрыстап сөйтіп шықтым. Осындай процесстер ұнайды маған сіздерге көрген ұнай ма осындайларды. Сосын вуаля, міне қалай сіздерге. Одан кейін ары қарай құр отырмайын деп кепкен киімдерді жинайын деп шештім. Сөйтіп бүктеп, әр киімді өз орнына қойып реттестірдім. Одан кейін YouTube каналыма отырдым. Редактировать етіп видеоларды, музыкаларды, керек жерлерін толтырып, сөйтіп бүгінгі демалысым өзім ойлағандай шықты. Қалай? Сіздерге ұнады ма? Сіздердің демалыстарыңыз қалай өтуде?